Әлия Назарбаева сотта жеңіліс тапты. Астанадағы ұлттық баспасөз клубында бизнесмен Нұрлан Баймурзин мен қоғамдық өкіл Жарқын Күрентаев баспасөз мәслихатын өткізген еді. Бизнесмен 20 жыл бұрын активін экс-президент Нұрсұлтан Назарбаевтың қызы Әлия Назарбаева тартып алғанын айтып, бас прокуратураға арыз түсіргенін мәлімдеген болатын. Бизнесмен сол кездегі активін $70 миллион бағалайды. Жеті мұнай базасы мен 96 жанармай құю бекеті болғанын айтады. Қазір оның іс материалдары бас прокуратурасының активтерді қайтару жөніндегі комитеттің қарауында жатқаны сол тұста хабарланған еді. Осыдан кейін Әлия Назарбаева жала жабылды деп бизнесмендердің үстінен арыз түсірген болатын. Алайда сот істі тоқтатып, Баймурзин мен Қалиевтің тарапынан айыптау әрекетін көрмегендіктен Әлия Назарбаева сотта жеңіліс тапты. Бұған дейін мәжіліс депутаты Ермұрат Баби Назарбаеваның бұл ісін барып тұрған арсыздық. Мен құжаттарды өз көзіммен көрдім. Әлия Назарбаеваның жала жапты деп сотқа беруі сасқан үйректің ісі деген еді. Оқыңыз, пікір білдіріп, ұлысқа жазылыңыз.